Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді жасау жолы қарапайым қытырлы хворостың жасау жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып комментарий қалдырып, және де арнамды жоғалтып алмас үшін YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін осылай қамыр илейтін ыдысымызға жылы суымызды, қантымызды, және жұмыртқаның сарысын қосып, және де шым-шым тұз, уксус, сары майымызды қосып, барлығын бірге осылай араластырып, қоспамызды дайындап аламыз. Барлық керекті ингредиенттер, барлық керекті заттардың барлығы видеоның төмен жағында описание бөлімінде жазылған. Сол бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз қолыңызға да, ыдысыңызға да жабыспайтын болып, өз бабында иленеді. Мінекей достар, барлық қоспамызды қосып, уксусымызды құйып, осылай сұйықтығымызды дайындап алдық. Енді осының үстіне құрғақ ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мінекей достар, құрғақ ұнымызды салғаннан кейін, осы құрғақ ұнның үстіне осындай шай қасық разрыхителімізді қосып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осылай достар, қамырымызды біріктіріп қолымызбен илеп аламыз. Қолымызға, ыдысымызға жабыспайды. Осылай бабында керемет болып иленді. Енді бұны шамамен 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Осылай құрғақ ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен әдемілеп, жұқалап жазамыз. Мінекей достар, жаймамызды жайып дайындап алдық. Енді бұны осындай арнайы кескіштің немесе пышақтың көмегімен осылай ұсақтап бөліктерге бөліп кесе отырып, мінекей видеодағыдай формасын дайындаймыз. Жасау жолы өте қарапайым, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді майымызды қыздырып, қызып тұрған майымызда қызарғанша екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Бастапқыда майымыз қатты қызып тұру керек, содан кейін барып ақырындап майдың қызуын азайтамыз, яғни астындағы отын азайтамыз. Осылай достар, екі жағын кезек аудара отырып, қызарғанша майға осылай қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің өте дәмді, жасау жолы өте қарапайым, дәмді хворостарымыз дайын болды. Осы рецепт арқылы жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, немесе видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.